Сәлем достар, бүгін біз картоппен өте дәмді әрі тез пісетін чебуреки дайындаймыз. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнды електен өткізіп аламыз. Одан кейін ыстық суға 1 шай қасық тұз салып, араластырып, ұнға қосамыз. Оның үстіне 3 ас қасық сұйық май қосып, қамыр илеп, 15 минутқа демалдырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Суға піскен картопты жақсылап езіп, үстіне пияз, қара бұрыш, тұз, және сүт пен сары майды қосамыз. Дайын қамырымызды чұқалап жайып, домалақ формаларға бөлеміз. Әрі қарай салмамызды салып, әдеттегідей чебуреки жасаймыз. Шет-шетін вилкамен әсемдесе де болады. Дайын болған чебурекиларды қызып тұрған майда қуырып аламыз. Мінекей достар, чебурекиларымыз дайын болды. Ас болсын.